Сәлем көрермен, сіздерге мен Арвасанхан, менің полностью ақ түстен тұратын күнімен қош келдіңіздер. Жалпы мен күнімді сумен бастап жатырмын. Мынау менде ең светлі бутылка. Үстіме үйге киетін ақ футболкамды киіп алдым. Сосын ақ ободок, пока что бәрі нәрсе сақталып жатыр. Мен еще мынандай прыщик шыққан, сол себептен мен бүгін косметологқа жазылдым. Бірақ оған дейін маған универге тез кіріп шығу керек. Сондықтан қазір мен универге барамын бірінші, сосын косметологқа, сосын көре жатармыз. Сонымен бастайық бүгінгі күнімізді. Негізі менің тоным уже дайын болды, мен тон істеп қойдым. Енді мен кірпігімді боям келіп тұр, бірақ мен кірпігімді бүгін фиксатормен ғана істей саламын. Себебі фиксатор бізде прозрачный, более-менее ақ түс, сондықтан тек осымен бояймын, тушпен боямаймын. И ерінді болса тоже прозрачныймен бояймын, тоже ешқандай түсі жоқ. Так что nice. Сосын осылай ақ теңмен көзімнің ішкі бұрыштарын бояймын. Ақ сумкамды алып жатырмын, Аружан деген. Сосын мынандай ақ түсті айна, сосын маска алып жатырмын. Сосын әдейі мынандай бутылканың сыртын алып тастадым, чтобы она прозрачный болып тұрсын деп. Сосын мен қазір наушнигімнің чехолын шешіп тастаймын. И тоже мынандай ақ наушники, мен всегда екі наушникті де алып жүремін. Сосын мен қазір чехолымды ауыстырамын. Маникюр жоқ, зато менде бинт бар ақ. Вот, маникюр жоқ тоже считается, потому что ештеңе жоқ. Менің таңғасым күріш, ақ, және қайнатылған жұмыртқа и қуырылған жұмыртқа. Кішкентай осындай оформление и су. Мен өте асығыспын, сондықтан осындай таңға шықты. Видеом үшін ақ киімдерімді жуып қойдым, мен ақ шалбарым, ақ футболканы киемін, ақ носки киемін и мынандай ақ панамкамды киемін. Вот осындай сатып алдым. Мына жері ақ, то что саналады. Өте маған ұнайды осы. То есть алдын жеп көргем, то есть ұнады. Вот сосын жаңа сатушы саусағына не болды деймін, короче, айтып бердім, машинаға қысып алдым осындай деп. Сосын болса бүгінгі мерекемен құттықтаймын дейді. Бүгін 1 июнь, жаздың 1 күні. Сосын мен айттым, мен 18 уже давно кеткенмін деп, ол айтады, ну ладно, все равно дейді. Значит, мен кішкентай қыз деп ойлап қалды. Ашы жүрек бүгін ақ киініп келді. Вот, кстати, мен университетім. Қазақ ұлттық өнер университеті. Бүгін бізде total white day. Ана жақта ремонт істеп тұр. 2 кофе бұлымды қосып жіберген. Мен енді чисто ақ нәрсені іздеп жатырмын. Только каша ғана бар. Аз көреміз. Ең ақ пиццаны заказать еттік. Және мен айс латте краш алдым, типа сүтпен, немен, негізі аппақ болу керек, но что-то бір нәрсе болмайды. Короче, вот, ең ағы осы пример кофенің ішінде. Мен қалағаным. Сосын жібек екеуміз түскі асымызды жеп алып, мен косметологияға жол тарттым. Менде макияж болғандықтан өзімен бірге гидрофильный масломды алып алдым. Осылай ванналарынан кіріп, макияжымды сүртіп, жуып алдым, себебі менде кішкене уақыт болды. Мен косметологиядан шықтым. Бірінші рет барғандықтан, оған әзірге пилинг істеді ең бірінші. Сосын барып 2 аптадан кейін чисткаға шақырдым. Вот, бәріне жазылдым. Жаңағы прям сөйлегені несі, прям ұйқым кетті, прям күшті тоже әсер алдым. Вот, қазір үйге барып ұйықтайтын шығармын. Мен осы ақ шалбарын кисем, үнемі бүлдіремін. Қараңдар, мұнда төгіп алдым, и мұнда төгіп алдым. Ылғи ақ кисем, соны бүлдіремін. Бүлдірмеймін, ешқашан күн аяқталмайтын сияқты. Сәлем, бұл ақ түсінің 2-ші бөлімі. Себебі сол күнді ойдағыдай аяқтай алмадым. Мен негізі бір нәрсе сатып алғым келді. Кәдімгідей өзіме үлкен нәрсе.
бірақ оның ақ түсі дым шықпады. Каспийден көрдім, магазиндерге бардым, ақ түсі жоқ. Сондықтан келесі күні уже мен челка қиып үлгердім. Қараңдар. Жарасады ма? Комментке жазыңдар. Солай мен, в общем, ақ түс бар жерді таптым. Бағасы да нормально екен. Сол жерден мен өзіме жаңа телефон сатып алдым. Ура! Сонымен достар, менің болғандарыңа рахмет көп. Осындай қызықты күндерді бірге өткізе берейік. Сендер мен арнама тіркеліңдер. Ал мен барынша қызықты контент түсіруге тырысамын. Көп рахмет. Сау!